Тағдырға сен. Суна Сейранның ауруы туралы біледі. Қайғырады. Бөлмеге бір кезде Ферит кіріп келеді. Фериттің ештеңеден хабары жоқ еді. Ауру туралы естиді, бірақ не екенін сол күйі ұқпай кетеді. Сафет оған ештеңе айтпаған еді. Суна Сейранның ауруын естігеннен кейін өзін жайсыз сезініп жүреді. Ол Сейранның қасында болып, оған қолдау көрсететін болды. Ал Ферит Сафетті босатады. Ал Гүлгін ана Ифакатты босатып, одан көмек сұрайды. Ифакат та еш ойланбастан Шехмуздан көмек сұрайды. Бірақ көп жағдайлардың сол Шехмузбен байланысты екенін білмейді. Ал Эсме Қазым төрені көңілдесімен бірге ұстап алады. Яғни Қазым төре мен Зерин ханымның бір жерде жүргенін Эсме біліп, сол үйге барады. Эсме екеуінің үстінен түсіп, шу шығара бастайды. Эсме айқай-шу кезінде Зериннің басынан қойып қалады. Зеринді өліп қалды деп ойлап, ол жерден кетіп қалады. Қазым осының барлығын Эсмен істегеніне сенбей таң қалуда. Кая дұрыс істемеген тірліктері үшін Фериттен кешірім сұрайды. Қазым төре не істерін білмей Феритке телефон соғады. Ферит дереу Қазым төреге көмекке асығады. Сейран Сунаны сабырға шақырады. Орхан тұзаққа түспеді, өйткені оны Халис төре жиналысқа жіберген еді. Шехмуз әлгі есі дұрыс емес әйелді босатады. Екеуі бірге күш біріктіреді. Эсме Зерин ханны өлтіріп қойдым деп қатты қорқады. Зерин бұл кезде ауруханада еді. Ол үшін дәрігерлер оның өмірі үшін күресуде. Пелин оқиғаны ести салысымен ауруханаға жетіп келеді. Тарық Сейранға көмектескісі келеді, бірақ қалай екенін білмейді. Бір кезде дүрбелең басталады. Халис төренің адамдарынан әлгі әйел қалай қашып құтылды дейді. Ал Ифакат ханым Корхандардың отбасына қайта оралды. Қыздар үйден тығылып шығып, аналармен кездесуге барады. Ал Ферит болса Пелинді жұбатуда. Шехмуз ауруханаға келіп, Қазым төреге көптеген сұрақтар қойғысы келеді. Барлығы да Зерин мен Қасым төренің ара-қатынасы туралы білетін еді. Қыздар анасымен жолығып, оны жұбатуға көшеді. Олар оқиғаның бар болғанын білген еді. Пелин Фериттің қасына келіп, анасының тірі қалғанын ары қарай өмір сүретінін айтады. Ал Ферит болса дереу Сейранға телефон соғып болған жайтты айтады. Эсме адам өлтірмегеніне қатты қуанды. Тарық Сейранмен кездеседі, бірақ екеуінің арасында әңгіме дұрыс жүрмейді. Сейран барлығын ойлап жүреді, бірақ тек өзін ғана ойламайтын еді. Корхандар отбасында кешкісін ұрыс болады. Әкесі мен ұлы ұрысып қалады, яғни Орхан мен Ферит. Бірақ Ферит әкесінің артынан жүгіріп барып, екеуінің арасында керемет әңгіме болады. Өкінішке орай, бұл әкелі баланың соңғы әңгімесі еді. Ферит пен Сейран әңгімелесіп, ауруханада не болғанын айтады. Гүлгін Орханмен бірге бақытты еді. Шехмуз іске көшеді. Ол Орханды әлгі есі ауысқан әйелге беретін болды. Сейран мен Ферит өте бақытты, олардың бақытына ешкім кедергі жасай алмайды. Шехмуз Орханға хабарлама жібереді. Ол хабарламаны оқи сала жолға шығады. Кетіп бара жатып, Орхан Ифакатқа кіріп шығады. Ал оны көрген Гүлгін қатты қиналады. Орхан Ифакаттың бір өлімге қатысы бар екенін білетін еді. Бірақ оған көмектесуге дайын еді. Орхан ештеңені ойланбастан тұзаққа өзі барып түседі. Таң атады, жаңа күн. Шай үстінде Ифакат Гүлгіннің Орханның қайда екенін сұрайды. Ал Гүлгін болса Ифакаттың қасында қонып шықты деп ойлайды. Сонымен барлығы Орханды іздей бастайды. Түнде кеткен Орхан әлі үйге оралмаған. Сейран өзінің психологына қарай жолға шығады. Ал Абидин мен Ферит Орханды іздей бастайды. Бір ілік табады, ол ілік Пелин, яғни Орханға соңғы рет Пелин хабарлама жазған еді. Орхан өте қиын жағдайда еді. Оның өміріне қауіп төніп тұр еді. Есі ауысқан әйел мен Шехмуз оны өлтіргісі келді. Барлығы да Орханды іздей бастайды. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ.
Сейран психологқа сеансқа келеді және ол бір түрлі сезінеді. Пелин Орханды іздеу үшін өз үлесін қосқысы келді. Орханды өлтіруге дайындап қойған еді. Бір кезде Пелин Шехмузға келеді. Шехмуз дереу сезіп қояды, яғни Пелиннің артынан Орханды құтқару үшін адамдар келетінін біледі. Барлығы да дәл Шехмуз ойлағандай болады. Пелиннің соңынан Ферит келіп, адамдарымен сол жерде атыс басталады. Ферит әкесін құтқарып алады. Шехмуздың адамдары Феритті жаралайтын болады, бірақ кенеттен оқ Феритке емес Пелинге өтеді, яғни Пелиннің қолын оқ жанап өтеді. Шехмуз беріледі. Бір кезде оқиға орнына Халис төре келеді. Бір кезде Орхан әкесіне оқ тағап тұрғанын көріп, сол оққа өзінің денесін тосады. Сол жерде Орхан жан тапсырады, яғни әкесі мен ұлының қолында Орхан қайтыс болады. Ары қарай не болғанын білгіңіз келсе, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.